Алейкум қазақ елі, сіздермен ауыл шаруашылығы каналы. Бүгінгі видеоны соңына дейін қарайтын болсаңыздар, қазыны қалай жасайды, жалпы сол сұрақтардың жауабын білетін боласыздар. Жалпы қазы бұл жылқының етінен жасалатын қазақтың ұлттық ет тағамдарының бірі болып табылады. Оны жасау үшін жылқының ішегін бірінші осылай байлап алады, бір басын. Және екінші басынан бастап жаңа свежий етті майы мен етін араластырып отырып салады. Еттер арнайы ұзын-ұзын кесіледі қазыға. Және де оны екінші байланған жағына қарай тастап отырады. Сосын шек толған кезде оның мына басын байлайды. Ет пен майды араластырып отырып салады. Бұл қазақтың шұжығы, былайша айтқанда. Орыстар қазақтардан үйренген колбаса қалай жасауды. Міне қазір қазы жартылай дайын болып қалды. Ет жақында ғана сойылған жылқының свежий еті, оны тұздап осылай шекке салады. Міне процестің қалай болып жатқанын көріп отырыңыздар. Жалпы жылқы етінің адам денсаулығына өте үлкен пайдасы бар. Оны ғалымдар ғылыми түрде дәлелдеген. Ал қазы бұл қазақтың ата-бабамыз баяғыдан жеп келе жатқан ұлттық тағамдардың бірі. Міне етті осылай итеріп бір жағына қарай тығыз қылып жатыр. Және де қазір оған тағы біраз ет салады. Май мен етті араластырып отырып. Міне осылай қазыны жалпы жасайды. Үйде бір қазы бар еді, соны шығарып қойып көрген. Сөйтіп алдыңғы неден қазы бар, соны одан кейін шегі бар еді, соны қалып кетті, соны салсам деп. Шығарып қойып. Міне қазы қазір дайында болып қалды. Бұны енді байлайды. Жақсылап тұрып. Бар шығарып қоямын. Шығарып кидіріп тасыламын. Қазір шек қысқа болғандықтан ет сыймай қалды. Оны басқа шекке салатын болады. Міне қазымыз дайын болып жатыр. Оны қазір жақсылап тұрып байлау керек, достар. Жылқы етін көбірек тұтыныңыздар, өйткені ол денсаулыққа өте пайдалы, достар. Енді мына басын байлайды қазының. Сонымен қазы дайын болады. Оны біраз уақыт өткеннен соң қолдана берсе болады. Сонымен достар, бүгінгі видео сіздерге ұнатты деген ойдамыз. Қазыны қалай жасайтынын, жалпы ұлттық тағамды жасауды үйрендіңіздер деген үміттеміз. Біздің ауыл шаруашылығы каналына тіркеліңіздер, және де басқа да достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Видео ұнаған болса видеоға лайк басып, каналға тіркеле кетуді ұмытпаңыздар. Сондай-ақ қазыға байланысты
тағы басқа сұрақтарыңыз болатын болса астына пікір алаңына жазып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған ауыл шаруашылығы каналы.